Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шығыста тісі чак-чак дайындаймыз. Өте оңай, магазиндікінен кем түспейді, дайындап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаға тұз, сода қосып араластырып аламыз. Содан соң ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысады, бірақ ештеңе етпейді. Және де қамырымызды илеп болған соң 20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Қамырды илеп болған соң міндетті түрде 2 бөлікке алдын ала бөліп алыңыздар. Содан соң осылай ұн себе отырып біркелкі етіп жайып шығамыз. Жайып болған соң оқтауға орап, төрт бұрышты етіп, кішкентай қылып кесіп аламыз. Қатты ірі қылмай, ұсақтау етіп кессеңіздер өте әдемі көрінеді. Осылай бірнеше бөлікке бөліп, кеспені кескендей турап аласыздар. Көп мөлшердегі қызып тұрған майымызға аз-аздан осылай салып, пісіріп аламыз, араластыра отырып. Көп салсаңыздар, көп іршіп кетеді майларын, сол себепті аз-аздан салыңыздар. Чак-чак осылай қызара бастаған кезде майдан осылайша сүзіп аламыз. Және де астына салфетка төселген ыдысқа салсаңыздар, майын сорып алады. Мінекей осындай әдемі бауырсақтар шықты. Енді сироп дайындаймыз. Қант, бал және де кішкене су құйып, барлығын баяу отта қайнатып аламыз. Қайнап болған соң мейізімізді осылай чак-чактың беттеріне салып, үстіне сироп құйып, барлығын қолмен араластырып шығамыз. Чак-чакқа мейіз қосу міндетті емес, бірақ қалауларыңыз бойынша осындай мейіз және де грек жаңғағын қоссаңыздар өте күшті болып шығады. Араластырып болған соң кез келген ыдыстарға осылай салып, қолымызды сулап алып, бетін басып шығамыз және де холодильникке қойып қоямыз. Магазиннен сатып алмай-ақ чак-чакты үйде осылайша өздеріңіз дайындай аласыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер және каналыма тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!